Естідім бе Жәнібек? Ел шетіне Асан баба келіпті. Хан ортасында отыра бергеніміз жарамас. Ақылдасатын шаруалар да бар. Барсақ қайтеді. Бүкіл дешті қыпшақ халқы ардақтайтын азаматты күтіп алмағанымыз жарамас. Қайғы қасірет кешкен халқына бақыт тауып бере алмай жатқан бізге Асан бабаның айтар ақылы бар шығар. Асан қайғы келіп ауыл сыртына түсіп жатыр дегенді мен де естіп отыр едім. Қазағы үшін қайғы жырауды қошеметпен қарсы алмасақ болмайды. Ел алдындағы ақылгөй дана қарт еді. Әділдіктің бір белгісін айтса, сол Асан бабам айтар. Жақсы өмірді аңсаған халықтың арман шешімін айтса, Асан бабам айтар. Ассалаумағалейкум. Армысыз ата? Уағалейкум. Қош аман есен жеттіңіз бе? Бар болғам, жайғасыңдар. Баба, елдің ертеңін ойлап, еңсесін көтеруді өмірлік мұрат етіп отырмыз. Бірақ мына опассыз шайбаншақ ойраттармен кеңесіп, өз білгенін жасап отыр. Соған қарсы не істесек болады деп, сізбен ойласуға келіп тұрмыз. Елді ойлағаның дұрыс балам. Аса құрметтім, сізден өтініш. Қазақтың даңқты қолбасшылары жиналып, хандары ойланып, шайбаншаққа қарсы жоспар құрып көзін құртсақ деп отырмыз. Ей балам, шайбаншақ оңай жау емес. Бұны әлі көре жатармыз. Баба, бұйыртса қол астымызда 300 мыңдай әскер бар. Ру басылар мен көшбасшыларды қосқанда. Қазақ хандығының мақсаты мына шайбаншақты басын кесіп, көзін құрту. Әкеліңдер шайбаншақты. Қолын босатыңдар, соңғы сөзін айтсын. Тарыдай шашып жүрген қазақ жеңіп алам деп ем, қателесіппін. Бұл бір ұйымшыл ел екен, ешкімден жаулап алмас. Шайбаншақ, қазақ хандығын оңайлықпен жаулап алам деп бедің, бола қоймас. Болды, әкетіңдер, өлім жазасына келсіңдер. Өлімнен қорқат деп тұрсыңдар ма? Өлімді қасқайып тұрып қарсы алам. Ата жұртың болмаса, өз оңыңда болмаса, қанша жақсы болса да, қайратты туған ер ғаріп, солай екен баба. О баба, егер адам тек өзі кіріссе, қолынан ештеңе келмейді екен, ұйымдасса, ауызбіршілігі болса, тасты да жаруға болады екен. Бірлік болған жерде әрқашанда жақсылықта болады. Ұлы қазақ даласының ұрпақтары, Керей мен Жәнібек, жортқанда жолдарың болсын, өздеріңе ағылған нұры жаусын. Аумин, айтаңыз келсін. Баба, енді мына қара халықты не істейміз? Қара халықтың жағдайы қалай болады? Қайда көшіреміз? Сіздің ойыңыз бізге маңызды. Керей, Жәнібек, сендер менімен ақылдасуға келіпсіңдер. Жеңіске жетіпсіңдер. Оған Алла разы болсын. Аумин, айтаңыз келсін. Менен сендерге өз ойымды айтайын. Елді бастап Жетісу өңірінде болыңдар. Онда Арғын, Жалайыр, Қоңырат, Албан бастаған ел бар. Басымызға күн туғанда олар да бізге көмек қол созатынына сенемін. Бұл бір дұрыс іс болды баба. Ауылдағы замандар ел қадірін не білсін, көшіп қонып көрмеген жер қадірін не білсін. О жарандар, міне елдігімізді сақтап, елімізді аман алып қалдыңдар. Сіз болмасаңыз осы жеңіс болмайтын. Мұның бәрі сіздің арқаңыз. Оу, халайық, мұнда не болып жатыр? Ел жиналып жатыр екен ғой, сұмдық. Не болады екен, а? Халық жиналып, елдігімізді көрсетейік дейді. Бірлігімізді көрсетейік. Еліміздің салт дәстүрін, тарихын, мәдениетін білетін бір қазақты ел басына күн туғанда елім дейтін ер азаматты сайлайық дейді. Сондықтан осы халық алаңға шығып жатыр екен. Дұрыс қой. Бірақ асқан арманда өмір сүрген ерлер-ай, амандасаңдар болар еді-ау. Мынадай жан шүгерлік апатта жандары қалса болар еді. Осынау бір алмау төкпелі заманда өкіметке қарсы шыққандар дұрыс болмады-ау, өлетін болды-ау елім деген ерлерім. Болғайсың. Сафира Мұхамеджанова, ей залым, жібер қолыңды. Зұлымдардың белгісі бейбіт елді жаулаған, надандардың белгісі білгеннің тілін алмаған. Жап аузыңды. Кім сен? Назар Асанова, жібер қолыңды. Ей сатқан, өзіңнің туған еліңді өзгеге беріп қайтесің. Ата жұртты өзгеге беріп нетпексің. Тей, доға сөзді. Өлетінді білесің бе? Ей залым, қыздардың шашы жұлып, күшпен, қатыгездікпен жазатындай не көп
Шашың жылман немесе үйде отырмайсың, алаңға шығып нең бар? Ей сатқан, ұлтын қорғаған, алтбау азаматтарды қорлайтындай, қазақтар сендерді өз жеріне қуып еді. Ей залым, сендер аң емес, адам едіңдер ғой, намыстарың қайда? Адамдарды соншалықты өлтіретіндей, олардың сұрауы жоқ па еді? Жауап аузын түрмеге баратынын білесің ба? Оңбайсыңдар. Осының бәрін сендер ұмытсаңдар да тарих ұмытпайды. Біз әлі шығамыз. Сен осы бұйымның басшысың. Советскийді сен өлтірдің. Мен сені Советскийді өлтірген жоқпын. Ол қазақ қыздарын шашын жұлып өлтіріп жатқанда алаңға шыққаным мен үйде жата беруге еркектік ар-намысым жібермеді. Сотта соңғы сөз бергенде қалай сөйлейтінді көреміз. Ал кетіңдер Ал кеттің, тұр орнынан. Ей, мына қазақ қыздар тіптен жуас қой. Жуас болса үйіне отыра кет. Кеш шығыл бар. Ал кет. Басал ұрма. Соңғы сөзін айт. Кінәдан таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақ тайғаным бар, бозторғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқта құрбандық, атам десең атыңдар. Қайран ерлер, елім деп еңіреген құлындарым-ай, сен туғанда қуанды жұрт шалқыды, ана жан ұлым деді балқыды, ер болсын деп бата берді аталар, айтқан сөзі жырында да аңқыды. Сен өлгенде жыласын жұрт зарла бер, төгілсін жас тамшыласын болып сел. Қайтыс болды дүниеден өтті ер, деп болдасын күңіреніп қара жер. Оу жарыңдар, қуанышты таң атты, тәуелсіздік таң атты. Кең дала кеткенің бе кербетеге, бұл жерде бала туып езретті ме? Суырдай іннен шыққан сүйретіліп, дариғай мекенінен елгете ме? Тәуелсіз ел қашан да бақытты. Ынтымағы жарасқан ел едік. Тәуелсіздік таң атып көзіміз ашылатын болды. Бар атам қазақ баласын, ала тыңға қондырған. Бар қазақтан бір қазақ ел басына қондырған. Қазақстанның басшысы болып Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. Қалайық қуанышты күн туды. Өзің барда өзегімде жоқ шермін, кеше сенің келбетіңді аңсап ем, оданыңа бұғауландық басты елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт ораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшан басып жүр алмаса алдалаш, азаттығым қадіріңде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр саты аманат қой маған, саған, оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге черлі қылдым еңсемді. Уа еркіндік, құның немен өлшенді, уа еркіндік, құның немен өлшенді. Тәуелсіздік, азаттықпен өлшенді.